Құрметті оқырмандар, бүгінгі видеомда тақырыбым балаларымызды ашушаң қылмай тәрбиелеу үшін өзіміз баланы ашусыз тәрбиелеп өсірейік деген ойды қозғағым келді. Сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңдар, подписасыны басып жазылып кетейік, және лайк басып, тақырыбым видеом ұнаса комментарий жазып, достарыңызбен поделиться басып бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарауға ұсыныс айтамын. Балаларымыз ашушаң болмасын десек, алдымен өз ашуымызды тежеп үйренейік. Балаларымыздың артық істеріне тек тыйым салып, ұрып айқайлай бермей, немесе отырғызып қойып ақылайта бермей, кітаптардан сол баланың тәртіпсіз ісіне қатысты үлгі болатындай ертектер, аңыз әңгімелер, әртүрлі баланың ми қабылдайтындай мақалаларды оқып беріп, бала өз қылығына ұялатындай түсінік беріп отырсақ, баланы ұрып айқайлап тәрбиелегеннен гөрі абзалырақ болар еді. Балаңа үнемі айқайлап, ұрып-соғып, сен тупойсың, қолыңнан ештеңе келмейді, ана бала сияқты ештеңе жасай алмайсың деп сондай әңгімелерді айта берсек, балаларымыз ынжық, жігерсіз, ашулан болып өседі. Ал сен ақылдысың, сен батырсың, болашақ елдің тұлғасың, мен саған сенем деген қолдау сөздерді аямай айтсақ, балаларымыздың болашақ тұғыры мықты болары анық, Құдай қаласа. Қоғамда дұрыс бала тәрбиелеп өсірейік деп ойласақ, баламызды өзіміз ашусыз тәрбиелеп үйренейік.